Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен көгілдір экран алдында жүздескеніме өте қуаныштымын. Жақсы болу өзіңнен, жаман болу өзіңнен. Өзіңді өзің аяда, өзің үйрен, өзіңнен деген өлең жолдарымен сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, қане экранға назар аударайық. Мына мақалдарды мұқият естеріңе сақтаңдар. Ешкімге жақсылық жасай алмайтындар жамандыққа жолығады. Кімде-кім жасаған жақсылығын бұлдаса, оның бағасы көптен. Жақсылықты оны түсіне алатын адамға жасау керек. Жақсылық бірден емес, баяу жасалады. Оқушылар, бұл мақалдар несімен ұқсас? Олар не туралы? Дұрыс айтасыздар. Бұл жақсылық пен жамандыққа байланысты берілген мақал-мәтелдер. Ал алғыс айтуда жақсылыққа жата ма? Я, әрине. Алғыс айту мерекесі аса көңілді күндердің бірі болып есептеледі. Көргеніңіздей, жақсылықтың үлкен-кішісі жоқ. Оның бар болғаны ғана пейілімізді жақсылыққа бұруға көмектесе түседі. Жақсылықты ешқашан бұлдамаған дұрыс. Жақсылық кейде аяқ астынан жасалады, кейде ойламаған жерде кездесіп қалады. Өмірдегі жақсы адамдардың саны арта берсін, сонда жақсылықтар көп болады. Адамдар бір-біріне жақсылық жасаудан жалықпаса, өмірде сыйластық, қамқорлық, достық, сүйіспеншілік қарым-қатынаста болады. Ал қоғамда татулық, бірлік, ынтымақ орнатылады. Сондықтан бүгінгі сабағымызды бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізге қамқор, мейірімді болып бастап, сабақты жақсы ынтымақпен аяқтаймыз ғой деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 8-9 санына көбейту және бөлу кестесі және жақсылық пен жамандық туралы халық ертегілері. Оқу мақсатымыз 8-9 санына көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйренесің. Оқушылар, оқулықтың 93 бетіндегі 1 және 2 тапсырманы орындап көрейік. Жақсылық пен жамандық тақырыбындағы және жануарлар туралы қандай ертегілерді білесіңдер? Өте дұрыс айтасыздар. Сіздер бұл жақсылық пен жамандық туралы жануарлар тақырыбындағы жануарлар туралы ертегілерді бұрынғы 1, 2, 3 кластарда өткен болатынсыңдар. Өте тамаша. 1 тапсырма, назар аударайық. Қоянның әрбір секіргені 8 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлік болады? 3 секіргенде неше бірлік? Яғни 24 бірлік. Ал 6 секіргенде 48 бірлік. 8 секіргенде 64 бірлік. Өте дұрыс. 8-ге көбейту және бөлу кестесін құрастырып және жазамыз. Екінші тапсырма. Қоянның әрбір секіргені 9 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлік болады? 9-ға көбейту кестесін құрастырып жазамыз. Өте тамаша. Барлықтарында жазған боларсыңдар. 3 тапсырма. Сурет бойынша есеп құрастырып, оны шығарамыз. 9 басты айдаһардың әр басы түскі аста 2 бәліштен жейді. Айдаһар
түскі асқа барлығы қанша бәліш жейді? Бұл есепте бізге не белгілі? Айдаһардың бір басының қанша бәліш жейтіні белгілі, дұрыс айтасыздар. Бір басы 2 бәліш жейді. Бізден нені сұрап отыр? Айдаһардың барлық басы қанша бәліш жейтінін сұрап отыр. Яғни 9 басы белгісіз бәліш. Ал осыны табу үшін қалай табатын едік? 9 бен 2-нің көбейтіндісі тең 18 бас. Жауабы 9 басты айдаһар түскі асқа 18 бәліш жейді. Өте тамаша. Оқушылар, енді 4-ші тапсырмаға қане ойланайық. Яғни қатесін табуымыз керек. Сіздердің экрандарыңызда мынандай көбейту кестесіне бүгінгі сабағымыздың қорытындысы іспетті көбейту кестесі берілген. Соның қатесі бар. Қатесін түзеп, есепті шығарамыз. Оқушылар, сонымен бүгінгі сабақта не үйреніп, не білдік? Яғни, бүгінгі сабақта менің қолымнан келеді 8-ге 9-ға көбейту бөлу кестесін құра аламын. Есептерді шығаруда 8-9 санына көбейту мен бөлу кестесін қолдана аламын. Өте тамаша. Үйге тапсырма номері 6-94 бет. Бүгінгі сабағымыздың басты бөлімдерін еске түсірейікші. Жақсыны естіп, айтып, барлығымыздың көңіл күйіміз көтерілді. Сабақта көрініс тапқан жақсы қасиеттерді жүректерімізде сақтап, іс жүзіне қолдана білейік. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.